Бір үзім нан. Баяғы бір заманда бай мен кедей көрші өмір сүріпті. Олардың араздығы сондай, бірін-бірі көргісі келмейді екен. Байдың үйі кең, әдемі болыпты, іші толған алтын мен күміс. Ал кедейдің үйі ағаштан жасалған, төбесі бұтамен жапқан қора екен. Алтын мен күміс түгілі нанын әзер тауып жепті. Егін егіп, оны суарып күтіп отырып, өзін күнін әрең көріпті. Бір жылы көктемде алапат су тасқыны болады. Бай алтынын көтеріп ағаштың басына шығып кетеді. Ал кедей болса, бір көмеш нанын қойнына салып, ол да ағаштың басына көтеріледі. Су тасқыны 15 күнге созылады. Бір күні қарны ашқан бай кедейге: «Ей, кедей, сен мына бір кесек алтынды ал да, маған бір үзім нан берші» дейді. Кедей болса: «Жоқ, алтының өзіңе, нан бере алмаймын» деп жауап береді. Екінші күні бай кедейден тағы нан сұрайды. «Алтынымның жартысын берейін» дейді. «Жоқ, бере алмаймын» деп бұл жолы да бас тартады. Ақыры аштан өліп бара жатқан соң шыдай алмай, бір үзім нанға барлық алтыныңды айырбастаймын. Кедей бәрібір көнбейді. Бойынан күш кеткен бай басы айналып, суға құлап кетеді. Ал келесі күні су тоқтап, кедей ағаштың басынан түседі. Халықтың алтын, күміс тас екен, арпа бидай ас екен дейтіні осыған орай айтылса керек.